Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім, сіздермен бүгін борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеомды соңына дейін қарап кетіңіздер. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын турап алатын боламыз. Етімізді, пиязымызды, сәбізімізді, қызылшаны теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Капустамызды және картопымызды қызыл болгар борщында турап алатын боламыз. Қазанымызға май құйып қыздырып алып, қызғаннан кейін етімізді салып, қызартып қуырып алатын боламыз. Етіміз қызарғаннан кейін пиязымызды салып, алтын түске енгенше қуырып алатын боламыз. Мен толық рецепті төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Пияздан соң қызыл болгар борщы менен сәбізімізді салып қуырып алатын боламыз. Содан кейін капустамызды салып, капустамызды да қуырып алатын боламыз. Капустамыз таза пісетін болады. Осылай қуырсаңыздар, және де ерекше дәмді болады майға қуырылғаннан кейін. Капустамызды қуырып болғаннан кейін үстінен томатымызды салып, және де картопымызды да салып қуырып алатын боламыз. Картоптан кейін томатты салып қуырасыздар. Осылай қуырып болғаннан кейін үстінен су құямыз. Қажетінше, мен бұл жерде 2 адамға лайықты қылып жасап жатырмын. Қалауларыңызша, егер де сіздерде отбасыларыңызда көп болса, екі еселендіріп жасай берсеңіздер болады. Қызылшаны осылай су құйғаннан кейін үстіне саласыздар. Қуыруға салсаңыздар, түсі кетіп қалады қызылшаның. Сондықтан қайнатуға келген кезде саласыздар. Осылай қайнатып, толықтай пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін дәміне қарай тұз салып, жарты сағат 45 минут көлемінде қайнатып пісіріп аласыздар. Осылай дәмді болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.